Шерхан Ақбота мен баласы жайлы ауыр ақиқатташты. Шерхан алғаш рет баласы және бұрынғы әйелі Ботаға деген қызғанышын жайып салды. Шерхан Ботаны қатты қызғанып, әлеуметтік желі арқылы Бота мен болашақ ұлы жайлы стористер жариялады. Еске салайық, Ботаға белгісіз жігіт гүл жіберген болатын. Желі қолданушылары Шерханға жарыса жазды. Мұны естіген Шерхан Ақбота жайлы айтып тастады. Шерхан, ал енді гүлді сен жібердің ба? Деп жатыр ғой. Не гүл екендігінде түсініп тұрған жоқпын. Сол себептен гүлден хабарым жоқ. Деп Шерхан Ботаға ренішін жеткізді. Сонымен қатар Шерхан болашақ ұлы жайлы да бар шындықты жасырмай айтты. Иә, енді достар, барлығыңыз білесіздер, Ақбота не болды, бала не болды деген сұрақтар ғой енді. Бірақ мен үшін бір талқыға салатын дүние емес. Әркімнің өзіндік жеке өмірі деп ойлаймын. Деп әңгімені қысқа қайырды. Сондай-ақ Шерхан өмірдегі қателіктер мен өкініші жайлы айтып ағынан жарылды. Өкінгеннен пайда бар ма? Жоқ, тек зияны болмаса. Өте көп қателік. Негізі біз адам баласы қателіктермен шыңдаламыз, сыналамыз. Не болса да көнеміз, шүкір етеміз. Қатемді кешіріңіз. Деп көзіне жас алды Шерхан. Еске салайық, Бота мен Шерханның ажырасу себебінің бір ұшы шықты. Әппақ Бота қызымыз Инстаграм арқылы қол көтеру жайлы стористер жариялады. Әйел ұру үшін жаралмаған. Ең әлсіз еркек қана әйелге қол көтереді, деп жазды Әппақ Бота қызымыз. Бота сонымен қатар көрермендердің тұрмысқа шыққаныңызға өкінесіз ба? Деген сұрағына өкінбеймін. Өкінгеннен не пайда? Ештеңе өзгермейді, деп жазды Шерханның бұрынғы әйелі Бота. Желі қолданушылары жарыса жазды. Балам, ешқашан басыңды жерге түсірме, қандай жағдай болса да басыңды тік ұста. Бота барған жерден қашпа, басыңды тік ұстап достарыңмен араласа бер. Алла бәрін көріп білуші, мүмкін саған осы қайырлы шығар. Анаңды, бауырларыңды сыйла, бақытты бол. Ешқашан әйел үшін еңсеңді түсірме, деп жазды қолдаушы апа. Бота мен Шерхан қайта қосыла ма?